сеніп қалмаңыздар дейді. Бұның бәрі шынайы әрекет. Яғни нағыз мағыналы мәнді шынайы мінәжаттар арқылы және бүкіл ниет пен көңілді бір нүктеге байлағанда жүзеге асады. Енді сіз басқаша дүнияви арман мақсаттарыңызды бұған араластыра алмайсыз дейді. Қазақша не дейді оны? Бір қолтыққа екі қарбыз сыймайды дейді. Или мынаны алуың керексің. Осы хал қолға түскенде ғана оның ықпалы бүкіл өмір мен тұтас әлемді екпінді және қуатты түрде қамтып кетеді. Бұл енді вселенныйдың бәріне сенің ықпалың жүреді. Сол үшін де пайғамбарды жаңағындай бүкіл ғалам пайғамбар нұрынан жаралды деп айтатын себебі сол ғой мына жерде. Бүкіл вселенныйға ықпалы жүреді енді бұл адамның. Қазақшасы дейді, әулиеге екі дүние бір қадам дейді. Қазақша осылай деп айтады. Уже осы хал, яғни ішкі тазалық қолға түскен кезінде оның ықпалы, адамның рухани ықпалы, уже духовное влияние кетті. Бүкіл өмірмен, бүкіл өміріңді қамтып тұрады. Тұтас әлемді екпінді және қуатты түрде қамтып кетеді. Қазақшасы әулиеге екі дүние бір қадам деп жазып қойыппын мен. Егер парасат биігінен қарайтын болсақ, әр адам өмірінде болмыста тұрған аса маңызды осы үш элементті көріп тұрған міндетті. Олар субъект, әрекет және объект. Субъект деген сіз ойланып отырған, мынау кім, не айтып жатыр, тыңдауға тұрарлық па, тұрмайтын бәле ме бұл, жоқ әлемде отырған бәле діни манипуляция жасап, мен өзінің дініне сендіріп қойып, бір күн тентек адам сап, ху деп мен де аузымнан көбігім ағып, зікір салып отырмайын деген сияқты үрейге жұтылып отырған сізді субъект деп айтады. Әрекет ол сіздерге менің өте қорқынышты көрінетін ху деп айтатын яссауиден үйреніп алған зікірім. Ал объект біз енді осы әуелден бар әлемнің әуелі ақыры ішітісі бәрі бір өзі һәм трансцендентті һәм имманентті Құдай. Әкесі жоқ, шешесі жоқ, ол құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, ләм ялид, вәләм юлад, вәләм якул лаху куфуан ахад бұл енді. Алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады дегендей, бұл ізгі амалды әр адам шама шарқына қарай атқарады дейді. Яғни, сізге уже субъект, әрекет және объект, Құдайдың нұрына деген сіздің тартылысыңыз ішкі потенциалыңызға, тәрбиеңізге, араласатын ортаңызға, өзіңіздің интеллектуалдық қабілетіңізге қарай ол әртүрлі бола береді әртүрлі адамда. Сондықтан да сен пәленше сияқты әулиемесінде біреуді барып түртпектеп, біреуді мазасын алып жүрмеңіздер. Зікір керек па ол дейді. Бұл сұрақ маған қойып тұрған жоқ, бекет. Бұл сұрақ саған қойып тұр. Бұл сұрақты сен өзіңе қоясың. Маған зікір керек па, керек емес па деп. Керек емес дейтін болса, тастай саласың. Керек дейтін болса, үйреніп аласың. Ал бұл сұрақ маған қойылған кезде тағдырдың тарапынан мен керек деп алған адаммын. Сондықтан мен сізге үкім бере алмаймын да, мен қабылдадым, мен сен де сен соны істе деп айта алмаймын. Өзің отыра бересің. Сіз бізге объектсіз ба дейді. Иә, мен қазір сіздерге объект боламын, сіздер маған объект боласыздар. Сонымен құлаған адам фрагментарлы тіршілік иесіне айналады. Орысша фрагментарное существо деп берген. Яғни бөлшектенген адам. Бұл уже ішінің бәрі бөлшектенеді. Бұл қалай болады енді? Яғни адамда біртұтас орталық жоқ. Ол мынадай күй. Ақылы бөлек тартады, сезімі бөлек тартады. Ақылы жақсы, дұрыс, мәнді, мағыналы өмір сүру керек. Сезім бөлек тартады. Уже жасы 40-45-ге келіп қалған жігіт ағасы ішкі махаббатының бәрін бір ақиқат, бір ізгі тірлікке арнамағаннан кейін, ішіндегі буырқанып отқан бұл нәрсе қай жер тесіп жол керек екенін таппай қалғаннан кейін, ол кешігіп келген махаббат дейді тағыны ажырасқан болмаса, әлі күйеуге тимеген, 30-дарға тақап қалған бір сұлу қызды көрсе, есі кетіп, аузынан су ағып, сонымен байланысқысы келіп тұрады. Есебін тауып бір байланысып, онымен хат алмасып бір күн ұсталып болатын болса, сонымен үйде айқай-шу төбелес басталады. Нәпсі бөлек тартады, болса да ол енді ішіп-жем, құндылық бөлек, бір шетінен өзінше тойларда бата беріп, дастарханның басына құдалыққа барған кезде әжептәуір әңгіме айтып отырғысы келеді. Бірақ үйтейін десе, мына жақтан қыз-келіншектер өлтіріп бара жатыр. Әрекет бөлек, сенім бөлек. Белгілі бір дәреже мұсылманшылығын әйтеуір бекітіп қою үшін үйтіп орысша кириллица әріптермен болсын әйтеуір 5-6 сүрені жаттап, бисмиллясын айтып, ат-тахиятты әйтеуір құнт дұғасын шала шарпып жаттап, намазға тұрып, жұмаға барып, бірақ әрекеті бөлек. Бірақ кейіннен уже движениесі адам шошитындай болып кетеді. Бұл уже орталық бөлшектеніп отыр деген сөз. Сырттай бірақ адам
бірақ ішінде уже бірлік жоқ. Бұл бөлшектеніп кеткен адам уже шашырап тұрады. Дұрыс екенін білемін, бірақ жасай алмаймын. Құдай бар деймін, бірақ өмірім соған сай емес. Тыныштық іздеймін, бірақ өзім шуға ұмтыламын. Құдайдың құтты күні, үйде болмайтын жерден ұрыс керіс шығар. Өзінің әйелін отырса опақ, тұрса сопақ. Және өте сәтсіз қатайған енелер де солай. Келген келіндерін жүндей түтіп, бытшын шығарып жібереді, даже баласын келіннен қызған ажыратып алады. Так, не оқып жатыр дейді. Бірінші рет кіріп оқуға түсіп қалғандар, сіздерге бұл эфир қызық емес, сен түсінбейсіздер. Бұны біз уже 15 па 16 күн оқып отырмыз, әлі біткен. Бүгін бітеміз соңғы күні. Сондықтан сендерге қызық емес, эфирден шыға салыңдар. Так, сонымен адамда не болды? Бөлшектенгеннен кейін уже отклонение. Бұны имманентное равновесиенің бұзылуы деп айтады деп айттық. Ішкі имманентті тепен, яғни өзі Құдаймен байланыс болған кезінде адам ненің жақсы, ненің жаман, қай жаққа бару керек, қай жаққа бармау керек, соның бәрін өзі автомат түрде реттеп тұратын баланс бұзылатындығына уже тек біреудің айтуымен, біреудің шапалағымен айтқанда айуанға ұқсап қалады. Қазақша не дейді оны? Айуанға бас білдірген таяқ дейді. Обязательно басын ұрып отыруың керексің де, оны үйтпе, бүйтпе деп. Так, сонымен бұл адамның ішіндегі имманентное равновесие, имманентті тепе-теңдік кетті. Бұны енді жүгі ауды дейді. Сондықтан біздің Құдаймен байланысы жоқ, ақиқатқа селқос қараған, жігіт күнінде күнәні жасап алайық, ертең үйленгеннен кейін бұндай движениелерге бара алмаймыз деп іші былғанып кеткен, уже құлап кеткен, падениеге ұшыраған еркектер үйленгеннен кейін де бәрі семьясын сүйрей алмай қалады. Себебі бұның алдында біз енді айтамыз, бұны енді оқимыз қазір. Себебі ана грех сені жібермейді, бәрі ұстап тұрады, етегінен тартып деген. Так, сонымен жүк ауды. Осы жерде аса маңызды бір нәрсеге ерекше тоқталғым келеді дейді, Аптор айтып отыр. Біз мақаланың басында адамдағы интеллекттің трансцендентті табиғаты жайлы айттық дейді. Егер сіздер осы мақаланы мен басында оқыған кезде қатыссаңыздар, соның 3-4 күнде айтылды. Адам ақылды адаммын, өзін жаңағыдай ақылдымын деп есептеу үшін оның мақтанып жүрген ақылы ол трансцендентті болу керек. Яғни бұл дүниенің ішіндегі жоқ, бұл дүниенің сыртында тұрған барлықтарды, болмыстардың мәнін аша алатын құдіреті болу керек. Яғни Құдайдың затыне, сифатыне, есімдеріне, Құдай бар ма, жоқ па, уаджибул вуджуд дегеніне, барзақ әлем бар ма, жоқ па, өлгеннен кейін қабір азабында сұрау бар ма, жылау бар ма, ахиретте тұрғызу бар ма, топырақтан тірілу дегеніне, еркіндік дегеніне, адамдық борыш дегеніне, махаббат дегеніне, тәуба дегеніне, осының бәрін сырын шешумен, оларды интеграция жасауменен адамның ақылы айналысады, яғни интеллект. Ал енді осы ғайыпта тұрған объектілерді, ғайыпта тұрған, құпия тұрған иләхи объектілердің сырын шешетін ақылды мал табуға салып жұмсайтын болса, онда өзіңе де обал жоқ деген сөз. Мән табуға арналған интеллект мал табуға жұмсалған кезде адамның өзі арсасы шығып тозып кетеді, әңгіменің қысқасы. Ол адам табиғатында тұр, адамның болмысында тұр, бірақ ол адам табиғатында тұр, бірақ табиғаттан үстін тұратын режимде жұмыс істейді. Адамның бойында тұр, адамның болмысында, бірақ трансцендент режимде жұмыс істейді. Үнемі осындай көзге көрінбейтін, құлаққа естілмейтін, сипап сезіп біле алмайтын, тілмен жалай алмайтын болмыстарды ұстап алатын оның құдіреті бар. Адам интеллект атты құдіретті қару бар екен деп қуануға әлі ерте. Адамда интеллект бар. Адамға осы интеллектті артатын рух деген затты үрледі. Сол кезде ол басқа санасы жануарлардан бөлініп шыға келді. Сосын адамға осындай бүкіл сырлардың бәрін шешетін ғылымды Алла тағала үйретті, періштердің бәрін талқандады деп Құранда келеді. Сосын ғаламның сырларын періштеге жасырып еді. Раббана ла илма лана илля ма алламтана иннага антал халимул хаким. Я Алла, біз білмейміз бұны, сен біздің не үйреттің, соны ғана білеміз деп ойбайлайтын себебі сол. Енді трансцендентті бұл күш еркін көсіліп әрекет ету үшін оған екі түрлі қосымша элемент және керек. Сонымен сіз енді өзіңіз ақылым бармын деп есептеп, өміріңізді құлатып алмай, ажырасып кетпей, әйеліңізбен ұрысып қалмай, болмаса күйеуіңізбен қырылып қалмай, тәрбиелеп отырған балаңызды ертең әдепсіз қылып өсіріп алып, сосын ойбай іштен шыққан шұбарлан деп ертең ұзатқан қызыңыз бір айға жетпей қайтып келіп абыройыңызды айрандай төкпес үшін сіз не істейсіз енді дейді. Интеллектіні сіз жұмсайсыз дейді, қолдану керек дейді. Бірақ ол құр
интеллектінің өзі жалаң қалпында қару ретінде жұмсалмайды дейді. Оған екі элемент тағы да қосу керек дейді. Олар ізгілік пен рахым немесе пазл дейді. Так, человеческим и божественным деп қойыпты. Бірақ мына нәрсеге ерекше сақ болған жөн. Ізгілік жасау арқылы адамға, ізгілік жасау ақылды адамға өзінен өзі жабысып жүретін сипат емес дейді. Яғни сенде интеллект бар, біз мойындаймыз, өзіңше философия оқисың, PhD қорқып келдің, Америка бардың, Англия бардың, Берлин бардың, болмаса Түркия оқыдың, бір дипломның бар, анық енді. Онша адамдардың арасында оқымай қалып кеткен, болмаса жаңағыдай қара жұмыс істейтін адамдардың фонында жап-жақсы сөйлеп әңгіме айтып жүрген адамсың. Бірақ сол шетелде оқып келген PhD деген атағым бар екен дегенге сен ойлап қалма дейді. Мен сол дипломым бытырлатып бәрін қырып кете береді екен деп оған сен қалма дейді. Оны да іске салу үшін қазір қайрат керек дейді. Яғни ізгілік амалдарды жүзеге асырып отыру үшін ақылды болып, оны сайрап ля-ля-ля-ля-ля айтқан бір бөлек дейді. Оны енді істеу керек дейді. Бұны мен сіздерге кеше айттым. Неше түрлі оқыған интеллектуал жігіттер барын біз мойындаймыз. Мысалы мен личный өзім қанша сондай ортада болдым. Танитын жігіттер ғой бәрі бұрын бірге жүрген. Оқыған кітаптарын көрген кезде, аналардың 5-ші скоростьпен оқыған көрген кезде мен шошып кетемін. Не деген темп мынау деп. Оқымаған бәлелер жоқ. Анау біреуінен ссылка жасаған кезде. Бірақ қайтесің енді, сол 4-5 бала кафеге жиналып алады да бір-бірімен пікір алмасып, бүкіл әлемнің құдай салмасын, мына Астанадан, Алматыдан шығып, ана нені Москвадағы Путиннің, Кремльдегі жаңағыдай бункерінің бәрін аралап, ең соңында мына Вашингтондағы овальный кабинеттен бітіріп, Трамп кім қайдан келді, оның кім қаржыландырып отыр, ол мына Путинмен дос па қас па бәрін пашақ-пашаған шығарып, ең сондай осыны сұмдық елдің көзін ашатын жігіттер кезінде бірлесіп жұмыс істейін десең, 40 сылтау етті қашқа деп. Енді оны бесплодный интеллектуализм деп айтады. Яғни оларды импотент деп айтады, рухани. Дұрыс, интеллектуал, бірақ рухани интеллектуал өнім туғыза алмайды. Қоғамға пайдалы бір өнімді туғыза алмайды. Өздері тумайды. Бірақ аузымен орған кезде сұмдық адамдар оларға табынады кәдімгідей. Мен үшін қазақ қоғамында пәленшеден асқан зиялы жоқ, оның оқымаған кітабы жоқ, еще атеист. Ой, болып уже атеист болдым деген сөз, уже бейинтеллектуалсың деген сөз. Так. Құдайдың құттығын саналы түрде шешім шығарып, кемелдене түсуге, өршелене ұмтылуға мәжбүрміз дейді. Құдайдың құттығын саналы түрде шешім шығарып, кемелдене түсуге, өршелене ұмтылуға мәжбүрміз. Кемелдену дегеніміз өзіңді аямау, жанкештілік, самоотверженность. Жомарт болу, және ақиқатқа ынтық болу. Жомарт болу деген сіздер жаңағыдай тек қана ақша тауып алып, сосын жаңағыдай ақшасын бөлісе беру деп ойлап қалмаңыздар. Білген біліммен бөлісу. Кеше біз бұны айттық, Қазақстанда уже почти что барлық университеттегі кафедраларда бәрі қырылып бітті деп ойлаймын. Өзінің студентінен, өзінің аспирантынан білім қызғанып жүрген бір адам бір-бірінен бірдеңе ұрлап, жырлап, бір бәле жүреді екен болса, түсінбейсің, не үшін оқыды ол, оны біреу үйретпейтін болса. Және ақиқатқа ынтық болу. Шынымен де Кант айтпақшы, егер адамның тағдырына пешенесіне бір тағдыр жазылған деген сенетін болсақ, оның маңдайына точно осы нәрсе жазылған дейді. Ол не десе, ақиқатқа қатысты сұрақтарды бәрі іздейді дейді. Құдай бар ма, өлгеннен кейін сұрау бар ма деген сұрақтар қайта ойналып келеді ол дейді. Соны біз бұны шама шарқымыз келгенше бәрі өзіміз зерттейміз. Шәкәрімді кеше айттық. Мен жомартпын жар нұрына, алса екен деп барша жан. Жетсе көзің бұл сырыма, ой өрсін қылматар деп айттық. Енді пазылға келдік. Бұл пазыл деген, фадала деген, Құранда келеді. Дәлика фадлуллахи юктихи май яша валлаху алим деп келетін жер бар ғой. Яғни Алла өзінің кейбір құлдарын просто тәгайшейін өзінің қалауыменен болмаш нәрсені сылтау қылып, ағыл тегіл нығметке көміп